Так, сіздердің роторный машиналарыңыз неге қымбат дегендерге мен бір видео түсіріп көрсетейін. Біздің роторный машинаның біріншіден мына ручкасы, жақындат камераны. Жақындат, тағы жақындат. Қалыңдығы 6 сантиметр. Мына жерден түсір, мына жағынан кел. Мына жерден 4 сантиметр. Енді цифровой штангелем істемей қалған, бірақ бәрі түсіруге тырысам. Мына жерден кел. Мынаның қалыңдығы жақындат, камераны максимально жақындат. 4 миллиметр. Тағы да жақындат. 4 миллиметр. Мынаның қалыңдығы. Енді корпустың қалыңдығы. Мына жердегі корпустың қалыңдығын көрсетейін. Оны мына жерден көрсете саламыз. 1 минут. Осылай ұста камераны. Мына жерде 4 сантиметр. Ауырлығын қойып көрсетейін. Просто мынаның өзінің ауырлығы. Жетті 600. Енді бір мотордың ауырлығын көрсетейін. Біздің қолданатын моторларымыз Polat редуктор. Мына жерден көрсет. Турцияның ең сапалы, ең қуатты, ең мощный бағана редукторы. Бір редуктордың өзінің ауырлығын көрсетейін. Алып кет. Ауырлығын. Жерге қой тағызды. Камераны алып кел. Бір ғана мотордың ауырлығы 31,5. Почти 32. Polat редуктор дегеніміз мына редуктор бүкіл ауырлықты, салмақтықты көтеретін, нагрузканы көтеретін мынау редуктор. Этикеткасында көрсетейін. Мына жерде бүкіл характеристикалары, сипаттамалар жазылған. PGR дегеніміз мына Polat редуктор. Енді бағана сіздерден арзан сатады дегендердің моторын көрсетейін. Біздің мотор 1,5 киловатт. Жерден нақты көрсетуге тырысайын. Мына жерде байқасаңыздар 1,5 киловатт деп тұр мына жерде. 1,5 киловатт. Енді камераны ұста. Енді жай бұл мотордың және редуктордың мощный қуатты болуының не пайдасы бар? Бұл 100 микрондық, 90 микрондық щетканы қиналмай екі жақада жақсы айналдырады деген сөз. Моторымызға, редукторымызға нагрузка түспейді. Енді бір бұған щетка қоятын болсақ, оңай емес екен. Неғұрлым ауыр болса, соғұрлым кремді жақсы жуады деген сөз. Міне. Ойнап жатыр. Қойсай. Бір 50 килограмм, бұған тағы да щетка қосылса, сонымен 55-56 килограммға барады. Көрініп тұр ма? Иә. Міне. 55-56 килограммға барады деген сөз. Енді тағы да көрсететін мәселе. Мына жерде щетканы екі бағатқа да айналдырғанда шығып кетпейтін камераны алып кел. Щетканың креплениясы мынау редуктордың валына қосылған фланиске қосылатын. Бұны фланис дейміз. Осы жерге щетканың несі бағытылады, орнатылады. Оны да көрсете кетейін. Ол щетканың үстінде болады. Осындай механизм. Щетканың үстінде болған елестетіңіздер. Осылай салынып, оңға да, солға да айналған кезде екі бағытқа да бұл шықпайды. Щетканы ауыстырған кезде оп-оңай бесіп шығара саламыз. Осылай. Қанша жерден біз ауыр
Қатты щетка салатын болсақ та қиналмай жұмыс істейді. Одан кейін қосымша мына жерге су қосып шаюға болады, бірақ ол міндетті түрде емес. Роторымыз осылай сапалы жасалған. Мына жерінде сапуны бар. Бұл сапунды мотор мен редуктордың ортасында мына болтты ағытып, осы жерге саламыз. Бұның ішіне қысым пайда болған кезде, мына сапунымызда тесік бар, артық қысымды шығарып отырады. Бұны салмайтын болсақ, бір күн болмаса бір күн моторымыз бұзылады. Май ауыстыру керек па, майды ауыстырмаймыз. Мына осыншама роторларымызды жинап қоямыз. Тағы да айта кетейін. Біздің кабеліміз бұл жерде 5 жилінді дейді. 1, 2, 3, 4, 5. 3 фаза. 1, 0, біреуде топырақтама дейді, түркше. Орысша заземление. Бұл да міндетті түрде негізі керек. Құдай сақтасын, бұл тоғырған жағдайда бағана заземлениеміз бар деген сөз. Осы себептен бағана біз роторларымызды су тегін арзан бағаға сатуымыз мүмкін емес. Өйткені біз сапа жағынан, мынау нержавейка, еш ақшаны аямай, өздеріңіз көріңіздер, қалың темір қолдандық. Бізде басқалар сияқты мынаны да жіңішке квадратын трубадан жасауымызға болатын еді. Мынаны да 1.1 киловаттан жасауымызға болатын еді. Редукторды да Түркиядан арзан өндірушілерден алып қоя салуымызға болатын еді. Мынаны қалыңдықтарын 3 мм-ден жасауымызға болатын еді. Кабельді 5 жиліне емес, 4-ені сала салуымызға болатын еді. Сонда әрине ротордың бағасы құны арзандайды. Бізде арзанға сататын едік. Бірақ біз олай жасап арзанға сататын болсақ, біздің роторларымыз ертең бұзылады, қатты щетканы екі жаққа қарай айналдырамайды. Одан кейін сіздердің жұмыстарыңыз тоқтайды. Айналдырған бір 50-60 мың теңгеге арзан алдым деп, одан кейін сіздің жұмысыңыз тоқтаған кезде, сол 50-60 мың теңгені сіз жартақ күнде жоғалтып аласыз. Өйткені күніне 100 квадрат кілем жуатын бір мекеме 500 теңгеден жусын деп айтайық, орташа, Алматы сияқты қалаларда 1000 теңгеден жуады. 300, мысалы, бір күн жұмыс істемей қалдыңыз, бір күннің ішінде 500 көбейту 300 деп айтсақ, 150 мың теңге сіз жоғалттыңыз. Бір апта моторды жөндетесіз, мысалы, запчасть күтіп қалдыңыз. Есептей беріңіз, күніне 150 мың теңгеден 5 күннің өзінде 750 мың теңге. Ал енді жұмысшының айлығы жүріп жатыр, тоқтамайды, аренда жүріп жатыр, тоқтамайды. Олардың бәрін 750 мыңнан бөлек қосымша тағы да сіз қалтаңыздан ақша төлейсіз. Сондықтан біз бұлардың бәрін есептеп, осындай сапалы құрылғы жасауға дұрыс көрдік. Сондықтан бағана арзан жерде көрдік, неге сіздердікі қымбат деген бізге сұраныс жасаған жігіттерге айтамыз. Оборудованияға ақшаны аямаңыздар. Ол ертең өзін ақтап алады. Бір күнде бұзылатын болса, бір күндік шығыныңыз 150 мың теңге. Осы себептен біз бұның бәрін 10 жылдық тәжірибеміз бар, бәрін есептеп, көріп, санап, осындай жақсы сапалы құрал саймандарға, осындай сапалы материалдарға тоқтаған себебіміз осы.